Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен Назерке өзімнің асханамда өте дәмді шайға арналған тіскебасар дайындайтын боламыз. Оны жасау өте оңай және көп шығынды қажет етпейді. Алдымен бізге 2 стакан ұн және 200 грамм мұздатқыштан шығарылған сары май керек болады. Ұнымызды ыдысымызға салып, сары майымызды үкіштен өткізетін боламыз. Міне осылай үкішіміздің арасына ұн сала отырып, бүкіл сары майымызды уақтап өткізіп аламыз. Міндетті түрде чөркіден өткізген кезде майымызды арасына астық салып тұруды ұмытпаймыз. Міне чөркіден өткізіп болдық. Енді осылай қолымызбен бүкіл майды астықпен араластырып ұнтақтаймыз. Бізде уақ ұнтақтар шығу керек. Міне достар, біздің ұнтағымыз дайын. Осындай уақ ұнтақ шығу керек. Астығы неғұрлым көбірек болса жақсы болады. Енді табамыздың астын жағып, осындай диаметр үлкендеу табаға бүкіл ұнтағымызды салатын боламыз. Егерде ұнтағымыздың арасында үлкен бөлшектер болатын болса, оларды осылай бөлшектеп, уақтап, араластыра отырып бөлшектеп аламыз. Міне осындай уаппақ ұнтақтар шығу керек. Қызарғаннан кейін газын астын сөндіреміз. Міндетті түрде астын араластырып тұрамыз. Егер сіз араластырып тұрмайтын болсаңыз, асты күйіп кетуі мүмкін. Міне біздің ұнтақтарымыз дайын. Осындай уаппақ болып шығу керек. Енді біз бұның креміне кірісетін боламыз. Біз қазір заварной, яғни қайнатпалы крем жасайтын боламыз. Ол үшін бір жұмыртқамызды жарып, үстіне 3-4 ас қасық қантымызды салып, 2 ас қасық ұнымызды саламыз және үстіне кішкентай ғана сүт қоямыз. Бізге жалпы крем үшін 1 стаканның үстінде сүт керек болады. Бұнда кішкентай ғана сүтімізді құйып, бәрін біркелкі массасы болғанша араластырып аламыз. Сүтіміз неғұрлым жылы болғаны жақсы. Біз қазір бұны қайнататын боламыз. Міне достар, бізде осындай сұйық масса шығады. Біз жаңағы қалған сүтімізді алдын ала кастрөлде жылытып аламыз және үстіне жаңағы массамызды құятын боламыз. Жаймен араластырамыз және оттың асты жай отта тұруы керек. Араластыруды тоқтатпаймыз. Міне осындай бізде қою крем шығу керек. Енді үстіне 100 граммдай сары майымызды салып, араластырамыз майымыз ерігенше және газын астын сөндіріп тастаймыз. Егер сізде ванилин болса, дәмін шығару үшін ванилин қосуға болады. Міне біздің креміміз дайын. Енді кремімізді суытуға қоямыз. Міне менің кремім суыды. Мен суыған кремімді осындай пакетикке салып қойдым. Кремге арналған пакет пайдалансаңыз да болады. Және үлкен осындай ыдысқа жинайтын боламын. Егер сіз қаласаңыз, кішкентай ыдысқа жинасаңыз да болады. Ыдысымыздың астына неғұрлым кремді көбірек жақсаңыз жақсы. Және үстіне осылай қасықтың көмегімен десертімізді ретімен жинайтын боламыз. Кремнен кейін мен малинаның вареньесін салған болатынмын. Егер сізде бұл варенье болмаса, салмай қойсаңыз да болады. Кремнің өзімен де дәмді шығады. Тағы бір айтып кететін жағдай, сіздер бұл кремді басқа да кремдермен алмастыруға болады. Міне осылай рет-ретімен кремімізді, вареньемізді және ұнтағымызды сала отырып, десертімізді жинап аламыз. Міне соңғы бетіне крем жақтым және оның үстін какаоның ұнтағымен әсемдеп қойдым. Қаласаңыз, шоколадты үкіштен өткізіп әсемдесеңіз де болады. Міне достар, біздің өте дәмді шайға арналған тіскебасарымыз, десертіміз дайын болды.
Құрамы өте қарапайым және тез дайындалады. Бұл муравейникке ұқсайды, бірақ бұнда заварной крем өзгеше дәм береді. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма подписаться етіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.